Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Дүниетану пәнінен сабағымыздың тақырыбы отбасының берекесі бәрінен де қымбат. Бүгінгі сабақта біз отбасылық бақыттың құпиясы неде екенін білетін боламыз. Отбасы біздің өміріміздегі ең басты құндылық. Оқушылар, сіздердің ойларыңызша бақыт дегеніміз не? Мына берілген қажеттіліктерді бақытты өмір сүруге мәнділігіне сәйкес нөмірлеп көрейікші. Бақытты болу үшін бірінші орынға нені қоямыз? Ал екінші орынға ше? 3, 4, 5. Жарайсыңдар балалар. Ең бірінші отбасы болу керек екен. Онан кейін отбасында балалар болу керек. Онан кейін материалдық игілік. Әрі қарай демалыс болса, мансабымыз өсіп жатса, ол да қажеттіліктердің бірі болып саналады екен. Балалар, бізге көмекке келетін, сабырға шақыратын, ақылын айтып қорғайтын әкеміз, анамыз, атамыз, әжеміз, яғни біздің отбасымыз екенін білдік. Балалар, барлық отбасында бақыт бола бермейді. Келесі суреттерге қарайықшы. Бұл отбасылар бақытты ма? Осы суреттерде бейнеленген жағдайларды талқылап көрелікші. Бірінші суретке назар аударалық. Бірінші суретте не істеді? Анасы мен әкесі сөзге келді. Ал ол балаға кері әсерін тигізді. Бұл жерде бала бақытсыз. Екінші суретте баланы әкесі жазалады. Яғни бұл жерде де отбасында татулық, тыныштық болмай тұр. Үшінші суретте әкесі де, анасы да, баламен ісі жоқ. Яғни бұл суреттерден біз отбасындағы бақытты көре алмай тұрмыз. Ал ендеше бұл суреттерді басқа бір суретпен ауыстырып көрелікші. Мінеки балалар, бақытты отбасы. Отбасының жылуы әрбір отбасы мүшесінің үлесінен құралады. Тату отбасында бірін-бірі түсіне де, кешіре де алады. Үлкендер мен балалардың өзара сүйіспеншілігі мен сыйластығы орныққан отбасылар бақытты әрі берік болады.